Мен Әділбек Махамбет Аманғалиевич, жас маман. Алматы қаласындағы Омарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінде 2 жыл, Шымкент университетін 2 жыл, математика пәні мұғалімі мамандығын аяқтадым. Қазіргі таңда Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде одан әрі қарай білімді жетілдіру мақсатында оқуымды жалғастырып жатырмын. Одан әрі өмір мектебін университет қабырғасында оқыған, білген білімімді практикадан өткізу мақсатында 2023 жылы Шымкент қаласы номері 89-шы IT мектеп-лицей мектебінде өз мамандығым бойынша математикадан сабақ беріп, педагогикалық еңбек жолын бастадым. Барлық адам баласы футболист, дәрігер, аспаз, полиция қызметкерлері, ақындар мен жазушылар, тіпті ұстаздардың мамандығымен ұлы есімді ұстаздың ұясынан шығады. Біздің алдымызда болашақтың атақты маман иелері отыр. Оқушы майшам, мұғалім жалындаған от тәрізді. Әрбір ұлы ұстаз оқушылардың үнемі білімдерін тұтатып, от секілді жандырып отыру керек деп білемін. Жақсы маман болу үшін не қажет десе, ең алдымен терең білім, еңбек, дәлдік, ұқыптылық, қойған мақсатына жетуге деген өз күшіне сенімділік қажет дерем. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны дүниежүзілік білім, ақпарат кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке жағдайында өмір сүруге, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу керек. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан келеді. Менің ойымша, ұстаз болу кез келген адамның қолынан келе бермейді.